Құрметті көрермен, жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Алматы арнасының тікелей эфирінде таңғы студия бағдарламасы. Мінекей енді көптен күткен сәтте келіп жетті. Алматы қаласы мәдениет басқармасының қолдауымен және Алматы телеарнасының ақпараттық демеуімен ақиқ ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай «Есіңе мені алғайсың» атты ақын өлеңдерін мәнерлеп оқудан республикалық онлайн байқау ұйымдастырылғанын білесіздер. Мінекей енді бірінші ақпанда басталған бұл конкурс енді өз мәресіне жетті. Қазір санаулы сәттерден соң студиямызда байқаудың жеңімпаздарының аты белгілі болады. Және жүлделі жеңімпаздарды марапаттау салтанаты дәл осы студияда өтеді. Ал ендеше таңғы студияның төрінде белгілі айтыскер ақын Ринат Заитов және де байқау демеушісі Ұлы Дала компаниясының бас директоры Бейбіт Баянбаев. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қош келдіңіздер. Енді мінекей керемет іс-шара. Енді осы іс-шарадан бастасақ, жалпы бұл конкурсы, бұл байқауды ұйымдастыру қайдан келген ой? Жалпы бұның шарттарын кеңінен айтып өтсеңіздер. Енді байқауды ұйымдастыру бір керемет ауқымды бір 100 адам қатысып деген өтіріктен аулақпыз. Бұл жерде мәдениет басқармасының басшылығы бар, сонан кейін жазушылар одағынан өкілдері бар. Отырып әңгімелесіп, Мұқағали Мақатаевтың осындай енді пандемиялық, карантин, республикалық аумақта әр жерде әртүрлі жағдай болғанда еленбей қалмасын, қалай істеуге болады. Содан бұның бірден бір жолы әлеуметтік желі болды. Әлеуметтік желі арқылы Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін паш етіп, көпшілікке, жастарды кішкене бері қарай тартқымыз келді. Кітап шығару, кино түсіру, ол бір жағынан ондай қаржы да жоқ болды. Бұл жерде ескеріп өтетін жағдай, толығы таза энтузиазм, таза Мұқағали Мақатаевтың есіміне деген құрмет, сонан кейін қазақ өлеңіне деген жанашырлықтан туындаған нәрсе. Отырып, жасайық, қалай істейміз, осылай, шарты былай болады. Оның енді бір-ақ адамның еңбегі бағаланбасын, ақыры біз 1 минут, 3 минуттық қылатын болсақ, түсірілімде оператордың еңбегі, режиссурасы бәрі бағаланатын болсын деп келе, аяғын жүлдені естейміз деген басталды. Әдетте бұндай байқауларда ары кетсе бір 100 000 теңгенің жүлдесі қойылады да, қызығушылық көп болмай қалады. Сол реттен мен Құдайға шүкір, бейбіттей кәсіпкер азамат бауырымыз, өзіміздің ұлттық өнімі бар. Мен көмектесейін, Мұқағали Мақатаев деген бәрімізге ортақ адам, неге көмектеспеске? Сосын біз қолқа салдық, онда бас жүлдеге 1 миллион теңге тауып бір, сонда көпшіліктің қызығушылығы артады. Сонда шынымен осы мамандықтың кәсіби иелері де қатысады, арланбай, ештеңе істемей, барлығы осы арқылы біз Мұқағали Мақатаевқа деген құрметті олға айтамыз дедік. Құдайға тәубе дегенімізге жеттік деп ойлаймын. 2000-нан астам адам қатысты, 4 қазылар алқасы мүшесі болды. Ол менің үлкен жазушылар одағындағы ағаларым Бауыржан Жақып ағам бастаған, Бақыт Беделхан бар, Ақберен Елгезек және мен отырып барлық видеоларды жекеде қарап шығып, бірге де қарап шығып, соның ішінен әрқайсымыз өзіміздің пікірімізді айтып. Бұл жерде жасыратын жоқ, біраз дау болды. Өйткені әркім өз уәжін айтты. Бұлай болды, бұлай болды. Соның ішінен біз ортақ бір мәмілеге келіп, барынша ертең көпшілік қосылатындай шешім шығардық деп ойлаймын. Тамаша. Енді осы жерде мен сұрақ қойғым келіп отыр Бейбіт мырзаға. Жалпы сізге ұсыныс тастаған кезде бірден келістіңіз бе? Қалай, неліктен келістіңіз? Қандай қызығушылық? Бас жүлде 1 миллион теңге болатын білдіңіз ғой ең басы? Жоқ, маған айтты, бас жүлде 1 миллион теңге болады. Осындай шарттар бар деп. Енді дара ұлы ақын Мұқағалиға неге 1 миллион теңге емес, 10 миллион теңге қойса да болады. Қазақ азаматының әрбір екінші адамы білет, Мұқағалидың өлеңін толығымен білмесе де, өлеңінде айтып жүреді, тақпағында айтып жүреді. Әр қазақтың азаматының азаматшасының жүрегінде Мұқағали атамыздың өлеңдері жүрегінде орын алған. Сондықтан 1 миллион теңге ол Мұқағали атамыз үшін енді бастамасы бұл. Бұл енді үлкен бір іс-шараның бастамасы. Енді өздеріңіз айтып отырсыздар, жалпы бір 100 адам, 200 адам қатысты деп өтірік айтпай қойып дейсіздер. Бірақ дегенмен қарасақ, 2000-нан астам жуық жаңағы қатысушылар болыпты. Оның үстіне жаңа тек қана 1 миллион теңге емес, қазір қарап отырсақ, көрсетсеңіздер болады. Бізде одан да басқа жүлделер бар. Ол Ұлы Дала компаниясының Қазақстан Республикасындағы отандық өнімнің, Қазақстан Республикасының бірінші компания отандық өнімін моноблок, ноутбук,
біздің отандық өнім. Бұның барлығы отандық өнім. Отандық өнімдердің шығып жатқаны бәрімізді қуантады. Мінекей, енді осындай шын мәнінде де өте маңызды, біздің әсіресе жастарымызға бір рухани бір байлық беретін жаңағы игі істеріңіз болман. Мен ойымша көрермендер көріп отырып, қазір қатыспағандар өкініп отқан сияқты. Ай, бекер қатыспадым, мынау миллионды мен ұтып алатын едім деген сияқты. Ал енді бұл енді жалпы байқаудың ережесіне келетін болсақ, жас аралығы бір өзінің бір шарттары. Ешқандай шектеу болған жоқ. Өйткені Мұқағали Мақатаев ол өзінің ғұмырында көп оқырман жинаған, одан кейін дүниеден өткеннен кейін де барша қазақ қауым Мұқағалидың өлеңдерінің ішінен өзінің керегін табады. Сондықтан Мақатаевтың өзі айтпақшы, мен өзім жайлы айтатын болсам, мен 21 ғасырдың құрдасымын, бәлкім одан кейінгі ұрпақтың да сырласымын дейді. Сондықтан бұл жерде қазір 10 жас пен 15 жас аралығындағы адамдар қатысады, қалғаны қалып кетсе, жоқ, айтары бар, барлығымыз Мұқағалиді сүйеміз, барлығымыз жақсы көреміз, барлығы қатыссын дедік. Бірақ, қазылықта енді жас ұрпақ, өскелең ұрпаққа стимул беру мақсатында біз 3 орынға ешқандай таласпай, 3-ші орынға жастардың арасынан іріктедік, жас балалардың арасынан. Ал бас жүлде 1-ші, 2-ші орынды таза сараптасақ, 3-ші орында міндетті түрде балаларға көңіл аударуымыз керек болды. Өйткені балаларға бұл стимул. Ол ретте демеушіге тағы рахмет, көмектесті. Бізде енді ары қарай ақша жоқ дегенде, ештеңе деген 2-3 орынға енді менде өзіміздің өнім бар, берсем бола ма дейді. Немене деп сұрадық енді. Отандық өнімді тағы кәмпит беріп жатсаң тағы келмейді ғой. Осындай, ойбай әкеле. Сондықтан жаңағы бұл жерде шектеуде ештеңе жоқ. Мұқағали Мақатаевтың өлеңінің ешқандай шекарасы жоқ. Сол секілді байқауында ешқандай шекарасы жоқ. Бәрекелді, керемет. Негізі шын мәнінде де осы қазіргі біздің эфирімізде таңғы студия бағдарламасында жеңімпаздардың атын анықтау сәтіне өзім тез жеткім келіп отыр, өзім білгім келіп отыр, көргім келіп отыр. Енді бұл сәтіміз енді алыста емес, алда. Бірақ дәл қазір біз енді кезекті кішігірім жарнамаға береміз, құрметті көрермен. Экраннан алыстамаңыздар, одан кейін сіздерге қайта ораламыз. Жеңіске жеткен адамдарды бірге көреміз. Құрметті көрермен, мінекей біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Енді бұрын соңды болмаған керемет байқау. Енді байқаудың жеңімпаздарын бүгін дәл осы студияда анықтайтын сәтте келіп жетті. Есіңе мені алғайсың атты ақын өлеңдерін мәнерлеп оқудан республикалық байқаудың жеңімпаздарының енді есімін жариялап марапаттаймыз. Бүгін енді студиямызға жеңімпаздар да келді. Алдымен барлығымыз 3-ші орынға ие болған бейнероликті бірге тамашалайық. Бірінші бейнероликті көрмес бұрын Ринат ағадан сұрағым келіп отыр. Неліктен 3-ші орынға осы өнерпаздарды таңдадыңыздар? 3-ші орында бәсекелестік өте көп үлкен болды. Жаңа айттым ғой, өткен балалардың арасынан таңдадық. Сосын әркімге бұл жерде бөле жаратын емес, өтірік айтуға болмайды, бір керемет балалардың анау мәнерлеп оқуына сын таға алмайсың ғой, мысалы. Ойбай мынау бүйткен. Ол бала, ол қаршыдай жаңағы ол Мұқағали Мақатаевтың Ақберен ағам айтпақшы, Мұқағали Мақатаевтың құрдастары ғой бұлар дейді. Мен 21 ғасырдың құрдасымын деді ғой өзі. Сол секілді қарап, сон жаңағы бір бала шығады. Мына бала қалай дейміз? Ол біреуіміз күн айтты, біреу, әй мынау ертең былай болады. Мына кішкене түсініксіздеу екен, мына кішкене түсініксіздеу екен. Сосын жаңағы өзіміздің таныс адамдардың балалары қатысты, олардың да жаңағы видеосы жаман емес, мысалы, Заңғар Әсетұлы қатысты, ол жаңағы белгілі актердің ұлы, өте жақсы еңбектенген. Ал енді, соның ішінен неге 3-ші орын бұл екеуі? Екеуінің видеосы көріне салысымен, міне дедік қой бәріміз. Неліктен? Маған өзіме, ана балалардың бір риясыз, жасандылықсыз оқып тұрғандары, сол пішіндері ұнады. Сіздің айтып отырған осы эмоцияңызды бірге бейнероликтен көрсек, неліктен таңдағандарыңызды сосын байқаймыз. Кеттік. Мұқағали Мақатаев, 3 бақтым. Ең бірінші бақтым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқын менің. Ал екінші бақтым тілім менің, тас жүректе тілімнен тілім дедім.
тегиде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақтым бар шыншы отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. От сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келді отал менен. Түн түтет, өсірбек көгере бер, немере бер көбейсің шөбере бер. Жадыңды ұста, жақсы боп күтпегейсің, от емес, оқ сұрасаң менен егер. Үш бірдей бақтым бар алақанда, менді бұндай бақты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай арқа, Алатауға. Я, керемет, сонымен үшінші орын иелері Санат Серікбай және Ұлағат Серікбайды студиямыздың ортасына шақырамыз. Ай, бәрекелді. Тамаша, жеңістерің құтты болсын. Мінекей, құрметті көрермен, біздің бүгінгі енді байқауымыздың үшінші орын иелері талант асқақ, талабы теңіз, біздің осындай жас өспірім дарынды балаларымыз мінекей өзінің өнерін сіздерге паш етті, көрсетті. Менің ойымша осы бейнероликтен кейін сіздерге ешқандай дау жоқ. Менің ойымша сіздер жоғарғы орындарға да ие болуларыңызға болатын еді. Енді дегенмен бүгін мінекей үшінші орында жаман емес. Барлығы әлі алда. Ой, менің ойымша Ринат ағаның қолынан осындай сый-сияпат алу, ол үлкен бір нәрсе деп ойлаймын. Біз Ринат ағамызбен суретке түсе алмай жүрміз. Ал сіздер Ринат ағаның қолынан мінекей сыйлық аласыздар. Мінекей не деген керемет. Тамаша, құтты болсын. Қандай сезімдесіңдер? Үшінші орын алдық деген кезде қандай сезімде болдың? Мен өте бақытты сезімдемін, өйткені мен осындай үшінші орын алғаныма өкінбеймін, өйткені бұл да орын. Енді бұл алдыда бұдан да мықты сайыстар келеді, содан да бір жүлдегері болсам деймін. Тамаша. Дұрыс айтасың. Алар асуың көп болсын. Ал Қанекей, сыйлықты табыстар? Ал, мынау сертификаттарың. Рахмет. Камераға көрсетілді. Камераға. Бұндай сертификатпен енді барлық қатысушылар марапатталды, бұл онлайн түрінде де былайда. Негізгі сыйлықтар. Ұлы Дала компаниясының мінекей бас жүлдесі. Қандай керемет. Қазір онлайн сабақ өтіп жатқан шығарсыңдар, Мынау сенікі, саған да бермей қойды. Екеуің қайсысын ұстайсыңдар ма? Сен біреуің мұнан ұстаңдар, біреуің мұнан ұстаңдар. Құшақтарың сыйлыққа толып кетті ғой кәдімгідей. Онлайн оқып сендерге үлкен табыстар, жолдарың ашық болсын деп тілейміз. Құрметті көрермен, біз сіздерге көрсетейік. Мінекей осындай керемет диплом Ринат ағамыздың қолынан және Бейбіт ағамыздың қолынан мінекей осындай бұл ноутбук қоя. Ноутбук, бәрекелді. Бұны ойын ойнамау керек, бұнымен сабақ оқу керек. Жарай ма? Ай, бәрекелді. Ендеше біз сіздерге тағы да бір қошемет арнаймыз, құтты болсын дейміз. Рахмет. Ал енді кішкентай бала сөйлесі кеп тұр. Қанекей, үнің айтысы кеп тұр. Айта қойшы маған. Не айтқың келіп тұр? Әкел, саптырайын ба? Сезіміңмен бөлісші. Мен өзім үшінші орын деген кезде қатты қуандым. Өзіме сенімді болдым. Жарайсың. Айта ғой. Бірінші орыннан үшінші орын күшті ғой. Неге дейсің ғой? Иә, мен де тағы да осындай Мұқағали атамыздың өлеңдерін жаттап бірінші орынға тағы да шыға аламын. Ай, жарайсың, бәрекелді. Мен ойымша сендердікі бірінші орын деп есептеледі, себебі жас кішкентай балалардың арасында сендер ғана үшінші орын алып тұрсыңдар. Тамаша, сендерге тек қана жолдарың ашық болсын деп тілейміз. Ал енді Бауыржан екінші орынға лайық деп танылған бейнероликқа дәл қазір назар аударайық, одан кейін білеміз кім жеңімпаз. Кеттік. Шәмілау, қал жағдайымды білсең еді, білмеймін қайтерімде кім сенеді. 17-імде өшіріп алған отым қайтерең қайта қарып жүрсе мені. Бір дертке ұшырадым, бұл күнде мен. Қоштастым сауығыммен, күлкімменен. Жүрегім жерік болған жағдайы бар бір пәле жатыр мұнда. Бүлкілдеген, антағып, аңқылменен күңкілменен. Жеткізіп айту қиын құртілменен. Бүгін маған 20 керек боп жүр алдында хор қызының іркілмеген. Ойласам, талай қыр басыппын. Доспын деп доңызбенді мұңдасыппын. Шәмілау, қалың достан қалдың сен ақ қайтерең, мен шын ғашықпын. Ғашықпын деп білдірмедім. Белгілі білдіргенім, бүлдіргенім,
жарық етіп жайдың оты шашылғанда жалп беріп қарауға да үлгермедім. Достардың ортасына түсіп қалдым. Шемелау, осы мені ұшықтаргім. Желдеріне желігіп пысықтардың кешемен махаббатқа ішіп бардым. Бардымдағы отырдым қарсы қарап. Болды отыр, тірі жоқ хәл сұрамақ. Соқтанған жат көзінен жасқандым да тайып тұрдым. Қашанғы хәл шыдамақ. Тіл қатып, тіс жармадым, үндемедім. Білмеймін білгенінде білмегенін. Мен деген саудан біткен саудагермін, керегім бола қойсын кімге менің. О, шіркін, қайран күндер, сайран күндер. Бақыт құсын қанатын жайған күндер. Жалт бұрылып оқыс бір қарағанда жүзіңнен жүрексініп тайған кімдер. Сол күндер ғой жүректің аңсағаны. Соған шөлде байызым тамсанады. Өкініш пе білмеймін, қуаныш па жүрегім өзді-өзінен ән салады. Әнсіз өмір, өмір ме, қаңсымай ма, өзегіңді өртептер жаншымай ма, махаббатқа арнап бір ән шығарсын. Шәмілау, шәмші қайда, шәмші қайда. Шәмілау, күндер өтті, айлар өтті, алаңсыз қайран күндер қайда кетті. Махаббаттың ұрындым сәулесіне, махаббат өмірімді ойран етті. Жоқ, Шәміл, менің ойым бөлек еді. Басқа жыр, басқа ғұмыр керек еді. Құл болған махаббатқа мендергі жоқ, еріксіз маған өмір не береді? Темір емес, мендағы адаммын ғой. Аңнан емес адамнан жаралдым ғой. Шәмілау, тұңғиыққа қамалдым ғой. Қайтемін, қайда барып жазармын бой. Махаббат, менен кеткен бөлікте жүр. Мен де бір, жасын түскен теректе бір. Тіршілік, махаббаттан жаралған ғой. Шәмілау, осы маған керек өмір. Тамаша, Абылайды шын жүректен құттықтаймыз, бірақ өкінішке қарай Абылай студиямызға келе алмады. Сонда да мінекей сыйлық, компьютер Абылай сізге жөнелтіледі. Құтты болсын, Абылай. Құтты болсын, Абылай. Өнерің ұштала берсін. Бұл жерде де өте көп бәсекелестік болды. Аспанбек Шұғатаев секілді белгілі ақындар да қатысты бұл жерде көп бәсекелестік болды. Бұл қазылардың ортақ шешімі. Бәріміз отырып, мынау ма деп үшеуінен таңдап төртеумізді дауыс бергеннен. Тамаша, дәл қазір Абылай телефонға хабарласып тұр. Біз онымен тілдессек. Абылай, қайырлы таң. Қайырлы таң, студия. Біз сізді шын жүректен құттықтаймыз. Енді қай қаладан қоңырау шалып тұрсыз, Абылай? Семей болу керек. Семей қаласы. Семей қаласы, енді бәрекелді. Семей қаласы, дұрыс. Бүгін мінекей енді сіздің екінші орныңызды біз өзіміз осы студияда тойлап жатырмыз десек болады. Мына сыйлықтар мінекей сізге арналған. Сол себепті шын жүректен таңғы студия бағдарламасының атынан біз сізді құттықтаймыз. Қандай сезімдесіз, Абылай? Рахмет. Әрине, жақсы сезімдемін. Енді өз дәуірінің маңғазына мұқым елдің мұзбалағына айналған мұқаңның жаңағы тәні Кеңсайдағы қара жердің қойнауында жатқанымен жаны әрбір қазақтың жүрегіне қонысы қонды ғой. Енді осындай жүлделі, ауқымды жарыстар мемлекет, республика тарапынан көп өтіп жатса, бұл әрине қуанышты жағдай. Енді 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар дейді. Енді жаңа әлде мына жеңімпаздар алдағы талай бәйгелерде бапта таластырамыз деп ойлаймын. Әлде талай қатысамыз деп ойлаймын. Сіздерге көп-көп рахмет. Тамаша, Абылай, сізге де рахмет. Біздің уақытымыз шектеулі. Сізді тағы да құттықтаймыз. Өнеріңіз өрге жүзе берсін. Даусының өзі қандай керемет, е? Тосын, Абылай. Тамаша. Ал енді бірінші орынды жеңіп алған бейнероликке дәл қазір назар аударайық. Кеттік. Сен мына жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой кішірмесін. Ішіне жанарыңның сақта мені. Біреулер көлеңкесін сүрмесін. Сен менің мына тылсым кеудемдесің. Білесің кеудем ешкім тең келмесін. Кеудеңе зынданыңа салып сақта. Біреулер көкпар қылып өңгермесін. Сен мына тілімдесің, үнімдесің. Білесің ғой тілімнің бүлінбесін. Сен мені үніңе қос, тіліңе тұт. Үнім өшіп үшкіртіл тілінбесін. Сен мына менің алып басымдасың. Білесің ешкімді оны басын. Сен мені өз басыңмен бірге қорға. Біреулер
зұлымдығын асырмасын. Сен менің миымдасың. Білесің, миым жатқа бұйырмасын. Миыңның бір жеріне жасыр мені, қиылсын, өмір солай қиылғасын. Алдыңнан терезеңнің жүріп өттім. Сен мені байқадың ба құдіреттім. Тұрдың ба терезеңнің ар жағында, теңселіп тұрған пердең дірілетті. Не көрденді, жүрегім не көрденді, нелер келіп басыма нелер төнді. Балконыңнан қол бұлғап қарсы алушың, неге менен жасырдың көлеңкеңді. Қайран көктем, қайран гүл, қайран жазым, сарғылған башынымен сайран назым. Айнадың ба шайлығып шалқарыңнан, айдынымда қанатын жайған қазым. Көзің қайда, көшеден мені іздеген, сөзің қайда, жанымыз егіздеген. Терезеңнің алдына келіп тұрмын, көгершіндей қыстыгін, шеміздеген. Тамаша, денем тітіркеніп кетті тіпті. Перизаттың айтуы бойынша дауысы күшті екен, өзі әдемі екен деді ғой. Ендеше Асхат Өтегенұлы екінші компьютердің иесі атанды. Ендеше біз енді Асхатпен қазір тілдесеміз. Асхат бізге тікелей эфирімізге қоңырау шалыпты. Асхат, қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Қайырлы таң, Асхат. Өкінішке орай енді техникалық ақауларға байланысты үзіліп кетті. Ринат аға, сіз айта кетіңізші, неліктен бірінші орынға Асхатты таңдадыңыздар? Енді өз бейнероликтен де көрініп тұрған шығар. Өзінде көрініп еңбек, жаңағыдай ұштастырып, өздерінің көзқарастарымен Мұқағали атамызды жаңаша көрсетіп, жастарда Мұқағалимен сырласа алатын, өкінішке орай Мұқағали түсінетін жастардың көбі қазір ауылда екен, барлығын көрсетіп тұрда, сонымен қатар екі жастың арасындағы махаббат қандай кіршіксіз болу керек екен, қыздың ағаның сөзінен аттамай қанша ғашық болып тұрса да терезенің алдында тұру керек екенін барлығын сыйдырған өте мағыналы видео. Керемет, жаңа ғана бір кинотеатрдан кино көргендей болдық, шыны керек. Асхат енді үзіліп кетті. Асхат, егер де сіз бізді естіп тұрсаңыз, міндетті түрде біздің студиямызға қайта хабарласыңыздар. Ал енді біз әзірге жарнамаға кезек бере тұрайық, оған дейін Асхат хабарласып қалар, одан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Бас жүлде кімге бұйырды? Жарнамадан кейін. Ал енді баршамыз тағатсыздана күтіп отырған бас жүлденің иегері кім екенін біз әзірге білмейміз. Ендеше дәл қазір бас жүлдеге лайық деп танылған бейнероликке назар аударсақ? Кеттік. Айналғанда аядай қала шықты. Алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда отырған ауылға апаратын жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншық құлыншағы. Екі жансыз мүсінді мәпелейді. Біресе ұрсады. Қарадық та селт етпей жанарымыз, алжығанға санадық ананы біз. Боран ұлып бетінен боздақ ұшқан, сұлап жатыр далада жаралы күз. Бәйек болмай отырған жан қалмады, сонда дана назарын аудармады. Сәби деген өзімен өзі болып, қуыршақ пен құлыншақ алданғаны. Сөзге тартпақ болып ек, естімеді. Адам қалай оп-оңай ескіреді. Адамның ғұмырынан қысқа не бар, күнін күйсе болғаны кешкіреді. Жастар-ай, жамандық жоқ көңіліңізде. Мұны отырған ана кім? Көрдіңіз бе? Бір күрсініп алдыда отырған қарт ана өмірін баяндап берді бізге. Ана халін қарттан біз ұғындық кең.
23 жыл сарғайған құрметпен. 23 жыл сарғайған құрметпен. Сәби ана сапардан ұлын күткен. Сұрапылдан сәби оралмапты. Қуыршақ пен құлыншақ содан қапты. Қара жолды қаптай кеп тозаң жапты қаралы күз. Қайтадан борандатты. Ымырт ауыр салмақпен далақ енді. Қап-қара жамылғысын ала келді. Ауылына жетті де сәби ана ойыншығын құшақтап қала берді. Көзіме жас үйіріліп қалды кәдімгідей. Сонымен бас жүлде 1 миллион теңге павлодарлық Еркежан Төлеубекке Қарсы аламыз. Еркежан Төлеубек. Салмас бар. Қош келдіңіз. Еркежан, даусын шығарып сөйлеңізші. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң баршаңызға. Даусыңызбен өзіңіздің жаңағы нелеріңіз түр әлпетіңіз сәйкес келмейді екен. Көп болды ондайды. Видео кинодан алынды ма деп талай ақыры дауласып. Содан кейін звондады. Видео звонок мен звондап біліп, содан кейін шештік. Бәрекелді. Анықтап барып. Актриса кім? Актриса Жүсіпбек Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыкалық драма театрының актрисасы, Қазақстанның мәдениет қайраткері Бахаргүл Құрбанова. Керемет. Бұл жеңіс сол кісінікі деп ойлаймын. Өзіңіздің мамандығыңыз кім? Мен де сол театрдың актрисасымын. Өзіңіз актриса екен. Менің әріптесім. Тамаша. Енді сізді шын жүректен құттықтаймыз. Мінекей Еркежан, бас жүлде 1 миллион теңге. Шын мәнінде жаңағы видеороликті көріп, мен 2 жыл бойы жинаған 1 миллион теңгем бар еді, 2 жыл жинап жүрген. Соны алып келе салым керек еді, сізге үстінен қосып беретін ем. Ой, рахмет. Тамаша, Ринат аға, өзіңіз не айтасыз? Енді барлығы көрінді, түсінікті. Қарындасымызға үлкен рахмет, Еркежан. Ең бастысы, біз деген мақсатымызға жеттік. Мұқағали Мақатаевтың шынымен тың өлеңі, көп ешкім білмейтін өлеңі сәби ана. Енді негізгі өлеңдерін бәріміз білеміз. Одан кейін қазіргі жағдайда да, ол заманда да ең асыл адам ол ана. Мұқаңда анадан тұрды. Сол аналардың қазіргі бұрынғы аналарға назар аудартып, аналардың проблемасына назар аудартып, осындай сапалы бейне көрініс жасап, келесі байқауларға биіктік қойып бергеніңе саған рахмет, шығармашылығына жеміс, командаңа үлкен алғыс. Керемет ұжымдық қатысқан қатысушылар 2 миллион, жоқ 2000-нан астам қатысушылар болды. Солар бәрі көрсін, бәрі тікелей эфирде тұр. Бас жүлде 1 миллион теңге и мақтау қағазы болды. Міне, қарасаңыздар, міне 1 миллион теңге. Ұлы Дала компаниясына міне, қабыл алыңыз. Бәрекелді, Ұлы Дала компаниясының атынан сізге, Еркежан, 1 миллион теңге және сертификат. Қуансаңыз кішкене. Күнде 1 миллион теңге алып жүргендей ғой. Күн сайын 1 миллион теңге алып жүргендей. Шын мәнінде де өте керемет. Құрметті ағалар, сіздерге көп рахмет. Енді Еркежанның өзінен сұрайшы, қандай сезімдесіз? Сезім енді әрине өте ерекше, бірақ та ішкі түйсік болады, адамның алдамайды. Негізі ішкі түйсігім өзімнің орын алатынына сенімді болдым десем артық айтқандық емес. Бас жүлде алатыныңызды біліп тұрдыңыз ба? Дәл солай десем артық емес. Өйткені мен күн сайын қатысушылардың өнерін қарап отырдым. Бұл жерде әрине салды екен, мен асып кетпеді екен деп қарадым. Әрине енді қатысушыларға ешкімнің сағын сындырғым келмейді. Бұл жерде бір мен ғана мықтым деп айту қиын, бірақ та шынымен де осындай жұмысты бағалап жатқан сіздерге шынымен де әділ қазы алқаларына көп рахмет. Және де Ұлы Дала компаниясына көп рахмет. Осындай әріптестеріміз көбейе берсін елімізде. Еркежан, сізге көп рахмет. Енді өнеріңіз өрге жүрсін. Ең басы қазір студиядан шығып, дереу таксиге отырып үйге қашыңыз. Өйткені адам көп көріп отырған сол себепті ақшаны құшақтап қашасыз, қалжың. Сізге барлық жақсылық тілейміз. Енді ағалар, сіздерге де көп рахмет. Ринат ағамыз бастаған, мінекей Бейбіт ағамыз қолдаған осындай жобалар көп жаңағы адамдардың жүрегіне жетті деп ойлаймын. Осындай байқаулар көбейе берсін. Сіздерге де көп алғыс білдіре отырып, біз өкінішке қарай бағдарламамызды аяқтауға мәжбүрміз. Ертең Алматы арнасында дәл осы уақытта жолыққанша аман болыңыздар. Алматы арнасы әрдайым қосулы болсын, тек қуанышты күндерде жүздесейік. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.